Барлықтарыңызға сәлем достар, сәлем берген мен Нұрлан. Бүгін маған осындай сұрақ келіп түсті. Қалай укулелені настроить етуге болады деген сияқты. Бүгін мен сіздерге өзімнің қалай укулелені настроить ететін способымды көрсететін боламын. Ең алдымен сіздер видео басталмас бұрын осы видеоға лайктарыңызды басып, аста комментарийға тағы қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Ендеше біз видеомызға кеттік. Біз ең алдымен настроить етіп бастамас бұрын App Store'ға немесе Market'ке кіріп, осы бір приложениені жазып алатын боламыз. Біз осы приложение арқылы өзіміздің инструментіміздің құлағын келтіретін боламыз. Менің смартфоным iPhone болғандықтан мен App Store'ның көмегіне жүгінемін. Сіздерде Samsung болса, Play Market арқылы жазуыңызға болады. App Store'ға кіреміз. Поискқа мен жазғандай жазамыз. Міне осылай. Енді бізде бірінші осы бір приложениені тартатын боламыз. Достар, міне бізге керекті приложениеміз жазылды. Біз кіреміз. Кіргеннен кейін бізді осылай күтіп алады. Біз бұлардың бәрі бізге ондай қатты керек етпейді, сол үшін төбеде пропустить дегенді баса саламыз. Бізде осы жерде таңдау түседі. Гитара 6 струналық бар, гитара 7 струналық тағы да міне тұрғандар. Маған қазіргі таңда керегі укулеле ғана. Сіздерге 6 струналық гитара керек болса, 6 струналық гитараны таңдайтын боласыздар. Ал маған укулеле керек. Укулелені басамыз. Біз бұндайларын өткізіп тастаймыз. Приложить. Окей. Енді тағы да бұларды өткізіп тастаймыз. И бұл бізге керек етпейді, төбедегі X-ті баса саламыз. Сосын не пропустите интересный деген шығады. Бұл да бізге қатты керек етпейді. Сол үшін не сейчас тегенді баса саламыз. Бізде осы кезде осылай шығарып беретін болады. Және де біз бұны қалай қолданамыз? Біз укулеленің құлақтарына қарата бұны келтіретін боламыз. Мына басқанда осыған қарата құлағын бұрап келтіреміз. А, Е, С, және де Ж. Біз осыларды осылай келтіреміз. Бұның қалай келгені төбедегі санына қарата көрінетін болады. Сіз оны келтірген кезде, мына А-ны мысалға басып біз келтіретін болсақ, бізде А жасылға айналатын болады. Е-ні басып келтірсек, Е жасылға айналады. Және де сол сияқты С мен Ж-ді жасылға айналатын болады. Бізде бұл жерде тағы да басқа да вкладкалар бар. Ол песни, инструменты, және де обучение и параметры. Параметры арқылы өзіңізге керекті қылып келтіріп алатын боласыздар. Және де сізге укулеле емес, енді 6 струналық гитара керек болатын болса, настройкадағы укулеле стандарт дегенді басып, сосын гитара 6 струна дегенді басып, 6 струналық гитараға келтіріп алатын боласыздар. Және де қайтып укулелеге келтіргілеріңіз келсе, дәл осыны қайталайтын боласыздар. Басасыздар және де укулелені таңдайтын боласыздар. Достар, біз осымен видеомыздың соңына жеттік. Если осы видео сіздерге көмегін тигізсе, лайк басып, менің арнама тіркеп кетіңіздер. Және де комментарийға тағы қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Ендеше, қош, сау болыңыздар.